Баршаңызға сәлем, менің қымбатты көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ләйләгүл. Бүгін мен сіздерге етті аса қатты қажет етпейтін өте дәмді тағамның рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл тағамды кейбір өңірлерде шым-шыма, тәтті тамақ немесе жаппасай деп атайды. Алдыңғы видео рецепте мен сіздерге үлкен дөңгелек қамырдан жасаған болатынмын. Ал осы видео рецепте мен сіздерге арнайы 4 бұрышты формада жасап көрсететін боламын. Ал келесі видео рецепте мен сіздерге құрамына шпинат пен малиновый конфи қосып дайындалатын өте жұмсақ, нәзік, воздушный болып шығатын торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Сондықтан дәл қазір каналға тіркеліп, қоңыраушаның белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше тағамымызды дайындап бастайық. Ең алдымен қамырын жақсылап илеп аламыз. Ол үшін суымызға тұзымызды салып, тұзымыз ерігенше араластырамыз. Және де ұнымызды алдын ала електен өткізіп аламыз. Ортасын шұңқырлап, ортасына жұмыртқамызды салып, тұзды суымызды аз-аздан құйып жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз қатты жұмсақ болмауы керек. Сондықтан осы видеоның астындағы описание бөлімінде жазылған ингредиенттерден артық су қоспаймыз. Барлық ингредиенттері өлшеп жазылған. Сондықтан дәл осы рецептпен жасасаңыздар, сіздердің қамырларыңыз эластичный және де тыңдағыш әдемі қамыр болып иленетін болады. Мінекей біздің қамырымыз басы бірігіп, жақсылап иленіп шықты. Дәл осы кезде қамырымызды 10 немесе 15 минут шамасында жақсылап ысқылап илейміз. Біздің қамырымыз жақсылап иінін қандырып, осылай иі қанып жақсылап иленуі керек. Сол үшін дәл осылай бір 10 немесе 5 минут шамасында жақсылап илеп аласыздар. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді осылай салафанға салып, немесе бетін ыдыспен жауып қойсаңыздар болады. Енді көкөністерімізді дайындаймыз. Мен барлығын алдын ала аршып дайындап қойдым. Сіздер де солай дайындап қойсаңыздар болады. Ең алдымен пиязымызды өзіңіздің қалаған формасында турап аласыздар. Мен сіздерге видеоға түсіріп жатқандықтан барлығын осылай алдын ала турап алдым. Негізінде қазанның қасында турып жатып, барлығын турап дайындай берсеңіздер аз уақыттарыңызды алады. Келесі сәбізімізді тураймыз. Мен сәбізді ұсақтап 4 бұрышты формада турап алдым. Барлығын турап ыдысымызға салып, келесі етімізді тураймыз. Етімізді де 4 бұрыштап, ұсақтап турап алдым. Етті алдын ала морозилкаға сәл қатырып алсаңыздар, жақсы туралатын болады. Мінекей барлық етімізді турап алдық. Енді ыдысымызды отқа қойып, үстіне майымызды құямыз. Майды кішкене көбірек қосасыздар, сонда тағамдарыңыз дәмді болады. Ең бірінші етімізді салып, жақсылап суы тартылғанша қуырып аламыз. Бұл тағамды дәл менің рецептім бойынша жасап көріңіз. Өте дәмді болып шығады, және де бір жасағаннан кейін қайтып жасағыңыз келе береді. Сондықтан видеоны мұқият соңына дейін қарап отырыңыздар. Еттің суы тартылып қуырылғанға дейін біздің қамырымыз да иінін қандырып демалып тұр екен. Дәл сол кезде қайтып илеп, иінін қандырып демалдыруға қалдырамыз. Мінекей біздің етіміз қуырылуға жақын қалды. Бұл шамамен 5 минут уақытын алуы мүмкін. Мінекей біздің етіміз қуырылды. Енді осы кезде сарымсақ пен пиязымызды қоссақ болады. Менде сарымсақ болмады, болса қосып жіберсеңіздер болады. Мен пиязды қуырып жатырмын. Енді пиязымыз қуырылғанша 2-3 қайтара жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің пиязымыз да қуырылды. Енді үстіне сәбізімізді салып, тағы да бір қабат араластырып қуырып жібереміз. Сәбізді көп қуырмаймыз, бір қабат араластырамыз. Міне сәбізіміз қуырылды. Енді үстіне менде қатырылған қызанақтар бар болатын. Күзде, сезон кезінде қатырып дайындап алсаңыздар, осылай қыста қолдана бересіздер. Видео рецептісі менде каналымда бар. Осы видеоның астына сілтемесін қалдырамын. Ал сіз томат пастасын немесе қызанақты қуырып қоссаңыз болады. Мінекей біздің қамырымыз иінін қандырып, жақсы иленіп тұр. Енді осы қамырымызды 2 бөлікке бөліп, әрқайсысын бөлек орап қоямыз. Мінекей қамырымыздың іші осындай әдемі, тығыз, жұмсақ қамыр болуы керек. Ешқандай ортасында ұнның қалдықтары қалып қалмасын. Мен көп мөлшерде дайындап жатқандықтан қамырымды осылай 2 бөлікке бөліп, үстінен ыдысымызбен жауып тындырып демалдыруға қалдырамыз. Мінекей біздің қызанағымыз қуырылып болды. Дәл осылай араластырып аламыз. Енді үстіне дәміне қарай тұзымызды және де бұрышымызды қосамыз. Енді сіздерге лайфхак, дәл осы тағамның
дәмін ерекше келтіретін дәл осындай дапанжеге арналған приправаны қосамыз. Міндетті түрде осыны қосуға тырысыңыздар, себебі дәмі ерекше дәмді болып шығады. Мінекей мен осылай 2 ашты бұрышын және де осындай приправаларын қостым. Көп қоспаймыз, дәл осылай 2-3 қосамыз. Барлығын қосып бір қабат араластырып, үстіне 2 литр су құйдым. Егерде жетпесе, тағы да үстіне қайнаған сумен толтырсаңыздар болады. Енді тағамыз қайнағанға дейін біз капустамызды және де картопымызды турап аламыз. Капуста мен картопты дәл осылай үлкен бөліктерге бөліп турадым. Менде картопты турағаным түспей қалыпты, оны да осындай үлкен бөліктерге бөліп турап аласыздар. Дәл сол аралықта біздің сорпамызда қайнап бастайды. Дәмін көріп, дәміне қарай тұзыңызды қоссаңыздар болады. Мінекей мен дәмін көріп жатырмын. Енді дәміне қарай кішкене тұз қосамыз. Оттың астын баяу отқа қойып, қамырымызды жаюға кірісеміз. Алғашқы қамырымызды осылай ыдысымызға салып қалдырып қоямыз, ал екінші қамырымызды жайып бастаймыз. Мінекей біздің қамырымыз иенін қандырып, өте жақсы жұмсақ қамыр болып тұр. Дәл осылай видеодағыдай алдымен қамырымызды үлкейтіп аламыз және осылай жұдырығымызбен, алақанымызбен қамырымызды үлкейтіп аламыз. Содан кейін оқтауымызбен жайып бастаймыз. Достар, егерде сіздер бұрын соңды дәл осы тағамды жасап көрмеген болсаңыздар, онда міндетті түрде жасап көріңіздер. Себебі бұл тағам өте дәмді болып шығады және де етсіз дайындасаңыздар да болады. Себебі бұл тағамның қамырына біз май жағып дайындағандықтан қамырымыз өте дәмді болып шығады. Сол үшін де мен қамырды осылай үлкен, көп мөлшерде дайындап жатырмын. Себебі бізде салмасына қарағанда қамыры көбірек желінеді. Сондықтан қамырды сіздер де осылай көп мөлшерде дайындап қолданып көрсеңіздер болады. Достар, сонымен қоса менің каналымда ұннан жасалған тағамдардың видео рецептісі өте көп. Егерде сіздер әлі де каналға тіркелмеген болсаңыздар, кіріп қарап көрсеңіздер болады. Және де бұл жерде менде лағманның оригинал қамыр созуының рецептісі бар. Дәл сол рецептпен сіздер дайындап көрсеңіздер, көп уақытыңызды алмайтын болады. Және де бұрын соңды лағман созып көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде дәл сол әдіспен лағманның қамырын созып үйреніп көріңіздер. Мінекей біздің қамырымыз осылай үлкен мөлшерде дайындалып жатыр. Және де бұл біздің бірінші қамырымыз болғандықтан, бұны астына мата қойып, бөлек жерге қойып қоямыз да, екінші қамырымызды жайып бастаймыз. Егерде сіздің қамырыңыз жақсы иленсе, дәл осылай әдемі қамыр жайылатын болады. Жұп-жұқа қылдырып осылай жайып аламыз. Және де сол кезде екінші қамырымызды жаярдың алдында міндетті түрде баяу отта қайнап тұрған суымызға капустамызды және де картопымызды салып, жақсылап араластырып, оттың астын қосып, біздің қамырымызды салғанға дейін осы өнімдеріміз қайнап бастауы керек. Судың мөлшері біздің капустамыз бен картошканы жауып тұру керек. Дәл солай мен жауып тұру үшін кішкене жарты литр тағы да су құйдым. Енді осы начинкамыз қайнағанша екінші қамырымызды жайып аламыз. Мен бұл жерде қамырымды жайып алдым және де үстіне қалауыңызша көп мөлшерде сұйық майымызды құйып, жақсылап жағып шығамыз. Және де бір бетін ғана осылай сұйық маймен майлаймыз. Содан кейін өзіңіздің қалаған формаңызда 4 бұрыштап кесеміз. Үлкен немесе кіші бөліктерге бөліп кессеңіз болады. Қараңызшы, қамырымыз жақсы жайылғандығынан дәл осылай қамырларымыз әдемі болып алынып жатыр. Енді осы қамырларымызды ыдысқа алып, қайнап жатқан сорпамызға саламыз. Сорпасы міндетті түрде қайнап тұруы керек. Егерде қайнамаса, қайнағанын күтесіз. Дәл осылай қайнағаннан кейін барып қамырымызды бір-бірден салып бастаймыз. Және де тағы да айта кететін жағдай, мұқият тыңдаңыз. Егерде сіз 2 қамыр емес 1 қамырдан ғана жасасаңыз, онда суымызды құйғаннан кейін артынша капустамызды және де картопымызды салып, қамырымызды жая бастаймыз. Еттің піскенін күтпейміз, себебі етті біз ұсақтап турағандықтан осы қамырымыз піскенге дейін етіміз де пісіп үлгеретін болады. Дәл осылай ортасына ауа қалдырып, барлық қамырымызды салып шығамыз. Міндетті түрде осының ортасында дәл осындай ауасы қалуы керек. Енді оттың астын қатты отқа қойып 30 минут пісіріп аламыз. Достар, мінекей біздің оригинал қамырдың рецептісі. Дәл осылай сізде үй жағдайында лағманды созып дәмді дайындай аласыздар. Міндетті түрде каналға өтіп, осы рецепттердің видео рецептілерін көріп, отбасыларыңызға дәмді тағамды сіздер де дайындап беріңіздер. Өте ерекше, креативный рецепттер өте көп, сондықтан міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаның белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Себебі алдағы уақытта көптеген жаңа видео рецепттер шығарылатын болады. Каналды жоғалтып алмас үшін дәл қазір тіркеліп
келіп алыңыздар. Мінекей біздің тағамыз дайын болды. Өте дәмді және де осылай ыдыстан тез алынады, тез желінеді. Сондықтан міндетті түрде сіздер де осы тағамды отбасыларыңызға дайындап көріңіздер. Дәл менің рецептім бойынша дайындасаңыздар, тағамдарыңыз өте дәмді болып шығады. Және де тағы да айта кететінім, капустаны міндетті түрде картошкамен бірге қосыңыздар. Себебі капусталарыңыз езіліп кетуі мүмкін біздің қамырымыз дайын болып піскенге дейін. Сондықтан капустаны картошкамен бірге қоссаңыздар, тағамдарыңыз өте дәмді болып шығады. Бұл біздің отбасымыздың ең сүйікті тағамы, сондықтан сіздер де дәл осылай дайындап көріңіздер. Өте дәмді, тойымды және де тез дайындалатын тағамдардың қатарына жатады. Мінекей біздің тағамыз дайын болды. Ашты бұрышпен ұсынсаңыздар өте дәмді өтеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.